кіші отаным жайында сөз қозғауда білім ордамыз Әбудос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернаты назарыңызға ұсынамыз. Бір кездерде шағын сынып, шағын топтан құрылып ашылған солтүстік шаһардағы жалғыз қазақ орта мектебі болатұғын. 1928 жылы жергілікті кеңес және партия ұйымдарының шешімі бойынша Петропавлда 7 жылдық қазақ мектебін ашу туралы шешім қабылданды. 1935 жылы 1 қыркүйекте осы 7 жылдық мектеп қазақ орта мектебі болып ашылды. 1960 жылы шалғайдағы қазақ балаларына арналған мектеп-интернат болып құрылады. 1980 жылы өзінің қазіргі орналасқан жері Семашко көшесіне көшіріледі. 1985 жылы мектебімізге Кеңес одағының батыры, әрі жерлесіміздің Әбудос Мұхамбетовтың есімі беріледі. Әбудос Мұхамбетов ұлы отан соғысына қатысушы, аға лейтенант, атқыштар ротасының командирі, Украинадағы Днепр өзенінен өту кезінде айрықша көзге түсті және жаудың кері шегінуіне мәжбүр етті. Ал 2000 жылдан бері Әбудос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернаты деп аталынады. Арналсын саған тілектер, елжіреп соқсын жүректер, ояннан ұшты қаншама, қанатын қағып тілектер. Мектеп қабырғасынан шыққан дарынды да дара тілектеріміз жайында жалғастырмақпыз. Мектептің тарихы аты қалың бұқараға таныс көптеген білім алушыларымен мақтан тұтады. Солардың бірі Фазылов Мәлік Сабырұлы. 1945 жылғы мектеп түлегі. Мәскеуде халықаралық қатынас институтын бітірген. 1974-1976 жылдары Қазақ КСРО сыртқы істер министрі, 1976 жылдан КСРО-ның Мали республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі. Бұл үлкен жетістік, себебі КСРО елшілері арасынан қазақ ұлты арасынан шыққан жалғыз кісі. Ақымжанов Зейнулла Рамазанұлы, 1969 жылғы түлек. Ақын, журналист, аудармашы, жер үйек, мизам шуақ атты еңбектердің авторы. 2001 жылдан бері Қазақстан жазушылар одағына мүшесі. Шәжімбаев Аяған Қуандықұлы, 1970 жылғы түлек. Қазақ фильм студиясында Транссібір экспресі, Қара маржан, Жаушы, Аждаһа жылы, Шоқан Уәлиханов, Қиян, Түрксіб киноленталарында режиссер қызметін атқарады, рөлдерде ойнайды. Оның кино саласында тұңғыш туындысы Бәйтерек деректі фильмі. Тайжанов Ерлік Серікбайұлы, генерал-майор, 1977 жылғы түлек, заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері төс белгісімен марапатталған, құқық бұзушылық және жемқорлықпен күрес кеңесінің мүшесі. Білім ордамыздың ғасырға жуық тарихы, жетістіктер мен жүлделерге толы, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі олимпиада, ғылыми жоба, спорттық және тағы да басқа түрлі жарыстарда жүлделі орындар иеленіп жүр. Мектеп мен сияқты қаншама оқушыны білім мен тәрбиеге баулап, ертеңгі күні елімізге ерен еңбек етер, елеулі азаматша болып қалыптасуымызға өз үлесін тигізуде. Сондықтан менің мектебім менің кіші отаным болып есептеледі.